Достар, сіздің сұрауыңыз бойынша бүгін осындай шпинатный рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін шпинат жапырақтарын ұсақтап турап блендерден өткіземіз. 3 жұмыртқаның ағуызына 1 шымшық тұзбен 3-4 тамшы лимонның шырынын қосып, әбден қатты көбікке дейін миксермен бұлғаймыз. Блендермен ұнтаған шпинат жапырағымызға 3 дана жұмыртқаның сары уызын қосып араластырамыз да, содан соң 80 грамм крахмал қосып әбден араластырамыз. Жұмыртқаның ағуызынан жасалған көбігімізді 3 бөліп, жаңағы шпинатный массаға қосып әбден араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Саусағы жоғары лайк басамыз. Жасаған қамырымызды пештің табасына тегіс қылып жайып, алдын ала 180 градусқа дейін қыздырылған пешімізге салып, 5-7 минутқа дейін пісіріп аламыз. Дайын бисквитімізді сәл суытып аламыз да, жабысқақ пленканың бетіне орналастырып, творожный сырмен тегістеп жағып, бетіне балықты орналастырамыз. Балығымыз бисквиттің бетінен 3-тен 1 бөлігін ғана алады. Бисквитімізді ықшамдап домалатамыз да, жабысқақ пленкамызбен орап, тоң аздықшқа 4-5 сағатқа қоямыз. Рулетімізді әдемілеп тураймыз. Астарың дәмді болсын.